Сәлем балақай. Бүгін біздер математика пәні бойынша 74-ші сабақ есептер шығару деген тақырыпқа берілген тапсырмады орындауды жалғастырамыз. Бұл жерде бірінші тапсырмаға қарайық. Есепті шығар. Цирк аренасында үйретілген иттер өнер көрсетті. Оларда 5 қызыл доп, одан 3-еуі артық жасыл доп болды. Үйретілген иттерде жасыл доп нешеу? Енді бұл есептің тапсырманың астында бұл есептің сұлбасы берілген. Соған назар аударайық. Қызыл доп 5 дана, жасыл доп белгісіз, бірақ одан қызыл доптан яғни 3-еуі артық. Бұл есептің шешуін табу үшін қызыл доптың санына яғни 5-ке 3-ті қосатын боламыз. 5 қосу 3 тең болады 8. Енді жауабын жазамыз. Бұл жерде жасыл доптың саны сонда 8 болып тұр. Жауабы жасыл доп 8. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Есептеді шығар. Суретші 7 қызғалдақ пен одан 2-еуі артық гүл кекіренің суретін салды. Суретші неше гүл кекіренің суретін салды. Бұл жерде қызғалдақ және гүл кекіренің суреттері берілген. Астында берілген қысқаша есептің шарты бойынша есептеді шығарамыз. Қызғалдақ саны 7, гүл кекіренің саны белгісіз, бірақ 2-еуі артық. Енді бұл есептің шешуін табу үшін біздер қызғалдақтың санына артық гүл кекіренің санын қосамыз. 7 қосылған 2 тең болады 9. Келесі тапсырмада суретші 9 гүл кекіремен одан 2-еуі кем қызғалдақтың суретін салды. Суретші неше қызғалдақтың суретін салды. Бұл жерде 2-еуі кем деп тұр. Гүл кекіренің саны 9, қызғалдақтың саны белгісіз, бірақ гүл кекіренен 2-еуі кем. Кем десе біздер азайтамыз. Есептің шешуіне жазамыз. 9 азайтылған 2 тең болады 7. Сонда бұл жерде қызғалдақтың саны 7 болып тұр. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Есептің шартын толықтырып берілуін қысқаша жаз. Хайуанаттар бағында 3 ересек маймыл мен одан 2-еуі артық кішкентай маймыл бар. Хайуанаттар бағында қанша кішкентай маймыл бар? Бұл жерде біздер жазамыз. Яғни бұл жерге үлкен маймылдарды жазамыз. Ересек маймылдардың саны ересек м 3-еу. Астына кішкентай маймылдар саны белгісіз, бірақ 2-еуін біздер артық дедім. Бұл жерге біздер артық дегенді жазамыз. Яғни қысқаша оны А деп жазып қойсақ та болады. Кішкентай маймылдар санын біздер табу үшін 3-ке 2-ні қосамыз. Тең болады 5. Сонда хайуанаттар бағында барлығы 5 кішкентай маймыл бар. Келесі 4-ші тапсырма. Таспалардың ұзындығын өлше, түсі бірдей таспалардың жұбын салыстыр. Салыстыру нәтижесін жаз. Бұл жерде мына 2 берілген көк түсті таспаның ұзындықтары тең, ал бұл жердегі 2 қызыл бірдей түсті таспада бұл ұзын, ал бұл қысқа. Осы 2-еуін сызғыштың көмегімен өлшеп, бір-бірімен салыстыратын боласың. Осымен бүгінгі тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Келесі тапсырмаларды бірге орындау үшін каналға тіркеліп қой.